бір диірменші өліп бар жатқанда үш ұлына үш түрлі мұра қалдырды. Үлкен баласына диірмен, ортаншы баласына есек, кіші баласына мысық. Ох, ал мен не істеймін осындай мұраменен, өкінішпен деді кенже ұлы Иван. Мүмкін мен сені жеп қоямын, ал терісін сатып ақша қыламын, дауыстап ойлады Иван. Мысық оны естіп, қорқып, шкафтың артына тығылып қалды. Немене, ұнамайды ма? Мүмкін сенде басқа ой бар шығар? Иван мысыққа сұрақ қойды. Кенет мысық адам дауысымен жауап берді. Иванушка, уайымдама, мен диірмен болмасам да, бірақ мен де есек емеспін. Біз бірдеңе ойлап табамыз. Алдымен етік пен шляпаңды бер маған. Белбеуіңді да ұмытпа. Неге мен саған оларды беремін? Таңқалып сұрады Иван. Өте керек, содан кейін өзің көресің. Бірақ сол үшін сен әзірге үйде отыра тұр, ал мен бірдеңе істеп, сосын сенің артынан қайтып келемін. Жауап берді мысық, көшеге жүгіріп шығып. Мысық көшеге жүгіріп шығып, тура орманға қарай бет алды. Орманда екі қақпан қойды. Біреу қоянға, екіншісі кекіліктерге арналған. Сәл күткен соң қақпандарды тексерді. Біріншісінде қоян, екіншісінде екі кекілік бар екен. Табысын қапқа салып, қалаға қарай патшаға жөнелді. Патшаның сарайына келгенде, мысық алдымен ханшайымға барды. Ханшайым осы уақытта үстел басында сөз жұмбағын дауыстап шешіп отыр екен. Көлденеңінен дворяндық адам М әріппен басталып, З әріппенен аяқталады. Ол кім? 6 әріп бар. Ханшайым қатты ойланды. Маркиз, сыбырлады мысық шымылдықтың артынан шығып. Маркиз, маркиз, ханшайым қуанып кроссвордқа жазып алды. Маркиз Карабас сізді осы сыйлықты қабылдауыңызды сұрайды, деді мысық, оған жаңа ғана ұстап алған қоянды беріп. Сіз дәл уақытта келдіңіз, рахмет. Маркиз Карабастың сыйлығы сондай сүйкімді. Мен сол кісіні қайдан көре аламын? Сұрақ қойды ханшайым. Уақыт келгенде ол өз-өзін таныстырады, жауап берді мысық, патша бөлмесіне бет алып. Ал бұл кезде патша таңғы асты консервілермен ішпек болды. О, бұл концентраттар мен жартылай фабрикаттар, қалай мен олардан шаршадым. Өз-өзімен сөйлесіп, бұрқылдап жүр патша, артындағы екі кекілік ұстап тұрған мысықты байқамай. Бір кезде мысық дауыс берді. Маркиз Карабас сізге сыйлық берді, мәртебелі мырза. Оны қабыл алыңыз, өтінемін. Патшаға екі кекілік ұсынып. О, қандай сүйкімді, семіз және балғын, деді патша сол кекіліктерді алып. Қайдан? Сұрады патша. Маркиз Карабастың өз жеке ормандарынан
ұлы мәртебелі, әдейі сізге арналған, деді мысық. Керемет. Маркиз Қарабасқа жеке алғысымды айтып барыңыз. Сапасы мен саны үшін, деді патша. Мысық патшаға тағзым етіп кетіп қалды. Бірақ оның алдында ол үстелде жатқан патшаның жоспарын байқап қалды. Жоспар бойынша бүгін біздің патша түстен кейін өзен бойымен жүру керек. Оны еске сақтап алып, мысық Иванға жүгірді. Иванды өзен жағасынан тауып, мысық оған жалынды. Тез шешініп суға кір, содан кейін көмек сұра, айғайлап. Ол неге үшін? Таң қалып сұрады Иван. Керек, Иван, өте керек, жауап берді мысық. Иван аң-таң күйде шешініп, суға түсіп айқайлай бастады. Көмектесіңіз, көмектесіңіз. Осы кезде патша өзен жағасында серуендеп жүрді. Мысық патшаның келе жатқанын көріп, оларға қарай жүгіріп барып, олардан көмек сұрай бастады. Маркиз Карабас суға батып бара жатыр. Маркиз Карабас туралы хабарын естіген патша дереу бұйрық берді. Маркиз Карабасқа тез көмек көрсетіңіз. Иванды судан шығарып салғаннан кейін мысық патшаға ақырын сыбырлады. Ұрылар маркиздің киімін ұрлап кетті. Оның киетін ештеңесі жоқ. Сонда патша дворяндардың біреуіне костюмын беруді бұйырды. Ол оны үлкен қуанышпен жасады. Осыдан кейін патша Иванды күймеге шақырды. Ал мысық оларды таныстырды. Маркиз Карабас, деді мысық қолымен Иванға көрсетіп. Олар бәрі бірге күйменің ішінде әр қарай кетті. Мысық алға жүгірді. Ер адамдар шөп шауып жатқан шалғынға жүгіріп барып, мысық оларға ұсыныс жасады. Жігіттер, егер сендер патшаға шалғын Маркиз Карабастың екенін айтсаңдар, мен сендерге бір бөтелке шарап беремін. Жігіттер келісті, ал мысық әр қарай жүгіріп кетті. Патша келгенде, бұл шалғын кімдікі деп сұрағанда, адамдар шалғын Маркиз Карабастікі екенін айтты. Патша таң қалып, әр қарай қозғалды. Осы кезде мысық әйелдер бидай теріп жатқан өріске келіп, оларға да ұсыныс жасады. Егер сендер патша келгенде өріс Маркиз Карабастікі деп айтсаңдар, мен сендерге орамал әр қайсысына беремін, деді мысық. Әйелдер келісті. Мысық әр қарай жүгіріп кетті. Осыдан кейін патша өріске келгенде, бұл өріс кімдікі екенін сұрағанда, әйелдер егістік Маркиз Карабастікі деп жауап берді. Сонда патша Иванды мақтады. Сіздің жерлеріңіз өте жақсы, Маркиз. Ал Иван үнсіз қалып, тек қана басын изеп отыр, және ішінен ойлап кетті. Менің ақылды мысығым не істеп жатыр екен? О, Құдай!
Сонда біздің мысық каннибал сарайына барып, оның ішіне кірді. Бұл кезде каннибал спортпен айналысып жатыр екен, гір лақтырып. Барлық қауіпсіздік ережелерін сақтап, мысық онымен сөйлеу бастады. Каннибал мырза, бір қызық мені сізге әкелді, деді мысық. Ал каннибал оған жауап берді. Қысқасы, уақытым аз. Адамдар сіз туралы неше түрлі қызықтар айтады. Әсіресе сіз әр түрлі жануарларға айна аласыз, деді. Ол рас па, сұрады мысық. Адамдар рас айтады, мен істей аламын оны, деді каннибал. Мен, мысалы, сіз арыстанға айналуыңызға сене алар емеспін, деді мысық. Сенбейсің ба? Міне қара. Сонда дәу бір уақытта арыстанға айналды да ырр деп ырылдады және мысықты қуды. Біраз жүгіргеннен кейін ол қайтадан орнына айналып мысықтан сұрады. Немене, менің қолымнан келетіме сендің бе? Иә, мысық жауап берді және бір нәрсені айтты. Менің досым адам жегіш жақында айтқан, арыстанға айналуы әр ақымақтың қолынан келеді. Ал кішкентай тышқанға бәрі бірдей айнала алмайды, деді мысық. О, оны мен де істей аламын, деді адам жегіш, тышқанға айналып кетіп. Біздің дәу кішкентай тышқанға айналғанда, мысық оны бірден шап беріп жеп қойды. Содан кейін мысық тез сарайдағы барлық нәрсені қайта өңдеп, патшаны қарсы алуға жүгірді. Патша маркиз сарайына келгенде, маркиз сарайының сән салтанаты мен байлығына таң қалды. Осыдан кейін ол қызын маркиз Қарабасқа үйлендіруді шешті. Бірақ бұл мүлде басқа әңгіме.